Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге ши бауырсақ пісіретін боламыз. Ши бауырсақтың негізі әртүрлісі болады. Қаттысы да болады, жұмсағы да болады, дөңгелек пішіндісі де болады. Ал мен сіздермен бүгін осындай жұмсақ болып пісетін, 1 сағатта пісетін ши бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен жылы сүтімізді құямыз. Негізі бұл рецепт бойынша біз тұнбасыз дайындаймыз. Яғни барлығын бірге қосып дайындайтын боламыз. Қантымызды, мына жерде дрожь, тұз және содамызды қосып, сонымен қатар майымызды қосып ерітілген, барлығын бірге жақсылап араластырып аламыз. Негізі жасалу өте оңай және үйдегі бар заттардан жасалынады. Біреуін артық, біреуін кем қосып кетсеңізде де шығатын ши бауырсақтың рецептісі. Ыдысым кішкентай болғандықтан үлкендеу ыдыс алдым. Соның ішіне құйып, үстінен ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қылдырып, қамыр илейтін боламыз. Ең басында қамырымыз сұйық болған кезде осындай қасықтың немесе осындай силиконды құрал жабдықтың түрімен араластырып алғандарыңыз болады. Себебі қолға жабыспай жақсы араласады. Ұнның барлығын бірге салмаймыз, жай-жайдан аз-аздап салып, жақсылап араластырып отырамыз. Қамырымыз осындай қолға ұсталынатын күйге жеткен кезде қолымыздың көмегімізбен осылай жұмсақ қылып қамыр илейміз. Ұнды сеуіп, столға қамырымызды салып, бір келкі қамыр болғанша тағы да 10-15 минуттай осылай қолымыздың көмегімен асықпай илеп шығамыз. Кейін қамырымызды ыдысымызға салып, бетін жауып, 20 минутқа қалдырып қоямыз. 20 минут уақытымыз өткеннен кейін столымызды дайындап аламыз. Ұнымызды сеуіп, қамырымызды жайып, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Менде бұл жерде ши бауырсақтың қалыңдығын 4-5 мм-дей қылдырдым. Құрамында сода, дрожь болғандықтан кішкене аздау қылып, қалыңдығын аз қылдырса да болады. Себебі ол майға салғаннан кейін ол ши бауырсағымыз бәрібір де көтерілетін болады. Осындай дөңгелек пішінді немесе 4 бұрышты қылып да жаюға болады қамырды. Міне мен қамырдың қалыңдығын осындай қылып жайдым. Енді келесі кезекте турайтын боламыз. Қандай пішінде етіп тураймыз, қазір көрсетемін. Бір шетінен бастап осындай жіңішке пішінді қылып тураймыз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан ол бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті әрбір қамырды турап болғаннан кейін өзіңіз жеке тақтайға немесе осындай ши бауырсақ жаятын орынды тауып алып, арасын алшақ қылдырып жайып шығасыз. Сонда ши бауырсақтардың арасы жабыспай жақсы тұратын болады. Міне сіздерге көрсетіп кетейін, әрбір ши бауырсақтың әрбір жіңішкесін осылай арасын 1 см, 1,5 см орын қалдырып жайып шығатын боламыз.
Қамырды 20 минутқа қалдырамыз. Содан кейін 20 минут өткеннен кейін майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Содан кейін бір шибарсақты салып пісіріп көрулеріңізге болады. Майымыз әбден қызғаннан кейін осылай шибарсақтарымызды салып пісіріп аламыз жақсылап. Негізі қай шетінен бастап жайдыңыздар, сол шетінен бастап пісіруді бастаңыздар. Шибарсақты аз-аздан салған дұрыс, себебі ол жайылып тұрған кезде кішкентай пішінді болғанымен, майға салған кезде ол әжептәуір үлкейіп өседі. Оның құрамында себебі дрожж пен сода бар. Шибарсақты салғаннан кейін оның бауырсақ сияқты кәдімгідей піскенін, қызарғанын тоспаймыз. Бұл жерде уже кәкпірдің көмегімен жиі араластырып отырамыз. Сол кезде домалақ пішінді бауырсақтарымыздың, шибарсақтарымыздың жан-жағы толығымен қызарып, күшті пісетін болады. Тағы бір айта кететінім, майды ортасынан жоғары көп құйып қоймаңыздар. Себебі шибарсақ салған кезде ол осындай көпіршіктеніп, майыңыз осы табаңыздан шығып тасып кетуі мүмкін. Егер бәрін уақытылы, нақты, тез-тезден дайындасаңыздар, 1 сағатта дайындалатын шибарсақтың рецебті бұл. Міне мен шибарсақтарым дайын болды. Жаңағындай қамырдан осыншама көп шибарсақ шығады. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Яғни қазақтың ұлттық тағамының бірі болғандықтан, ертең Наурыз мерекесі, дайындап пісіріп көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.